Барлықтарыңызға сәлем. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Енді алдымен жұмыртқамызды шағып, оны жақсылап миксермен араластырып аламыз. Одан кейін сгущенкамызды қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды араластырып, және разделителімізді, ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз. Одан кейін лопатканың көмегімен араластырып алып, дайын тұрған пергамент қағазымызға дөңгелек етіп жайып аламыз. Және 180 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Одан кейін кремімізді дайындаймыз. Алдымен сливкімізді, одан кейін қант ұнтағын және творожный сырымызды қосып, креміміз көтерілгенше айналдыра береміз. Міне креміміз әбден үлпілдек болып көтерілді. Одан кейін кальциямызға тестімізді салып, оның үстіне кремімізді салып, жайып аламыз. Тағы да осылай тестіміз салып, одан кейін креміміз салып, осылай қайталай береміз. Тортымызды жинап болдық. Енді бұны 8 сағатқа немесе 1 түнге холодильникке қойып қоямыз. Тортымыз дайын болды. Енді жаймен пышақпен жан-жағын ашып алып, кальциямызды ақырын көтереміз. Одан кейін қалған кремімізбен жан-жағын тегістеп алып, тағы да 10-15 минут аралығында холодильникке қойып қоямыз. Одан кейін дайын тұрған шоколадты ганашымызды үстіне құйып, жақсылап, әдемілеп жайып шығамыз. Одан кейін тағы да тортты терезенің алдына немесе салқын жерге, болмаса тоңазытқышқа салып аламыз. Одан кейін өздеріңіздің қалауыңыз бойынша торттың бетін әрлеуге болады. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Подписаться батырмасын басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және үстіндегі қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Себебі апта сайын 3 рет арнамда жаңа видеолар шығып отырады.